Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге брауни печеньесінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен қамырына керек заттарды дайындап аламыз. Ол үшін ұн, разрыхлитель, какао, сары май, жұмыртқа және де сахарный пудра қажет болады. Жұмсақ сары майымыздың үстінен 2 жұмыртқамызды, сахарный пудрамызды қосып, жай ғана осылай араластырып аламыз. Құруға заттардың өзін бөлек дайындап аламыз. Ұнға какаоны және разрыхлительді қосып араластырып аламыз. Және де массаның үстінен міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Себебі видеода көріп тұрғандарыңыздар осылай какаоның іртіктері болуы мүмкін. Және де венчикпен жайлап араластырамыз. Міне бізде осындай жұмсақ, қою масса шығу керек. Ыдысымызға алдын ала пергамент қағазын төсеп аламыз, және де массамызды осылай кондитерлік мешокқа салып алған ыңғайлы болады. Осылайша дөңгелек етіп, араларын алшақтау етіп құйып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста ровно 12 минут пісіріп аламыз. Кремін дайындап аламыз. Кремі өте оңай. Творожный сырға сахарный пудра және де жұмсақ сары майымызды қосып, блендермен жақсылап араластырамыз. Осылай кішкене ғана араластырсаңыздар жетеді, әдемі нәзік крем болып шығады. Міне біздің печеньеларымыз өте жұмсақ болып шыққан. Өзін жей берсеңіздер де болады, бірақ та креммен 2 есе дәмдірек болады. Печенькаларымыз суығаннан кейін барып қана крем жағамыз. Кремді осылайша кондитерлік мешокқа салып, осындай гүлді насадкамен құйып шықтым. Және бетінде осылай кішкене сәндеп жібердім. Бұл міндетті емес, дәл солай жей берсеңіздер де болады. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым.